Мұқият болыңыздар. Көлік жүргізушілер үшін маңызды ақпарат. Қазақстан полициясы тас жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа тәсілін ойлап тапты. Олар енді қала сыртындағы жолдарды тарылтпақшы. Әуелі тәртіп сақшылары қауіпсіз жол жедел іс-шарасы аясында трассалардағы қауіпті жол бөліктерін анықтаған. Себебі кейінгі кезде әсіресе осы қала сыртындағы жолдарда апат жиілеп кеткен көрінеді. Сол үшін құзырлы орган қауіпті жол бөліктеріне арнайы жол белгісі мен қоршау орнатып, трассаның жүріс бөлігін тарылтады. Бұл әдіс батыс елдерінде жиі қолданылады екен. Министрліктің пайымынша тар жолда жүргізуші автоматты түрде жылдамдықты азайтып, мұқият болады. Бұл трассадағы қауіпті азайтады деп мәлімдеді ішкі істер ведомствосы. Полицейлердің әлеуметтік желіде жариялаған видеосынан жолдың тарылған бөлігінде полиция көлігі кезекшілікте тұрғанын көруге болады. Олар өтіп бара жатқан көліктің жүргізушісімен қысқаша сөйлеседі. Сөйтіп, сақшылар рөлдегі азаматтың шаршамағанына, сондай-ақ әрі қарай жол жүре алатынына көз жеткізеді. Как это работает? На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее. Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь. Полицейлер жаңа тәсілдің мақсаты жүргізушілерді бақылау емес, апаттың алдын алу екенін айтады. Министрлік жолдағы тәртіпті қамтамасыз ету үшін дрон мен жасырын патруль қызметінде кеңінен пайдаланбақ. Сіздің мұндай экспериментке көз қарасыңыз қандай? Бұл дұрыс па, жоқ па? Неге олай ойлайсыз? Комментарийге жаза отырыңыздар, бірге талқылаймыз.